Баршаңызға қайырлы күн, есімім Гүлім. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын бауырдан жасалатын котлеттердің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ингредиенттерді блендерден өткізу үшін осылай алдын ала барлығын ұсақтап турап алдым. Картопты, пиязды және сәбізді де осылай ұсақтап турап дайындап алдым. Себебі блендерға салған кезде жақсылап айналып ұсақталу үшін осылай бөліп алғандарыңыз жақсы. Содан соң бауырды осылай бірнеше бөлікке бөліп блендерға салып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып езіп аламыз. Яғни біздің бауырымыздың барлығы толықтай езіліп, бірдей консистенцияда болуы керек. Міне осылай толығымен езілген уақытта таза ыдысымызға жаңағы тартылған бауырымызды құйып дайындап аламыз. Барлық бауырдың барлығын дәл осылай етіп блендердан өткізіп жақсылап ұсақтап аламыз. Бізде осындай масса пайда болады. Қазір енді оған жаңағы ұсақталған картоптарымызды да блендерге салып ұсақтап аламыз. Блендерді бірнеше рет басқан уақытта біздің картоптарымыз осылай ұсақталып, өте ұсақ массаға айналады. Ұсақталған картопты жаңағы тартылған бауырға саламыз. Келесі кезекте ұсақтап туралған пиязымызды да блендерға саламыз. Оның жанына сарымсақты шелерінде қосып, барлығын жақсылап блендермен ұсақталғанша бірнеше рет басып, осылай ұсақтаймыз. Оны да жаңағы массаға қосамыз. Қатты болғандықтан сәбізді міндетті түрде алдын ала осылай ұсақтап турап аламын. Содан соң блендерға салып, оны бірнеше рет басып, осылай өте ұсақ етіп ұсақтап аламын. Егер сіздерде үйлеріңізде блендер болмаса, онда ет тартқышты пайдалануға болады. Екеуімен де жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Сіздер өздеріңізде қайсысы бар, соны пайдаланыңыздар. Біздің массамызға енді қалған жұмыртқамызды салып, оған дәміне қарай тұзын, паприка және бұрышын салып, барлығын осылай біріккенше венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Салған ингредиенттердің барлығы толығымен араласып болғаннан кейін оған крахмал және ұнымызды салып, барлығын тағы да венчикпенен араластырамыз. Қажетті ингредиенттер мен олардың мөлшерін видеоның соңында описание бөліміне жазамын. Дайын болған массаны алдын ала қызып тұрған сұйық майымызға осылай қасықпенен құйып, қажетті формаға келтіріп, жан-жағынан осылай қуырып аламыз. Алдымен бір жағынан қуырып, содан соң бетін осылай аударамыз. Екінші жағында толықтай қуырып болғаннан кейін ақырындап майымыздан алып тастаймыз. Орташа отта бірнеше минут бауырымыз толықтай піскенше қуырамыз. Барлық бауырдан жасалған массаны осылай қасықтап құйып, сұйық майымызда жақсылап пісіріп қуырып аламыз. Котлеттерді өздеріңіздің қалауларыңызша үлкен, кіші немесе орташа түрде осылай құйып пісірсеңіздер болады. Бұл жерде формасы барлық өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Егер кішірек немесе үлкен қаласаңыздар, бауырда кішкене көбірек немесе аз қойсаңыздар болады. Осылайша біздің бауырдан жасалған котлеттеріміз толығымен дайын. Менде осындай өте көп мөлшерде шықты. Бауырларымыздың барлығы өте керемет, біркелкі, езілмей, төгілмей, жан-жаққа шашылмай, өзінің формасын өте жақсы ұстап, керемет болып шықты. Иісі деген өте керемет, дәмі өте дәмді. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығатынына сеніммен айта аламын. Астарыңыз дәмді болсын.